Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге осындай ушанка тоқып үйренетін боламыз. Бұл ушанканы ұл балаларға ғана емес, сонымен қатар қыздарға да кигізуге болады. Әрине, қыздарға сай келетін түсте тоқып, иә. Ушанкамыз біздің крючокпен тоқылады. Қараңыздар, узоры кәдімгі спицмен тоқылатын английская резинка узорына ұқсас. Жоғарыдан төмен қарай, төменнен жоғары қарай осылай көлденеңінен тоқитын боламыз. Сабақ бойынша сіздер өздеріңіз қалаған өлшемге расчет жасауды үйренесіздер. Ушанканың менде бауы қысқа ғана, себебі кішкентай балалар киетін болғандықтан мойынның бауын байлауды білмейді олар. Сол себепті мен бауын кішкене ғана қылып, міне осындай заклепка қыстырып қойдым. Тағуға өте ыңғайлы. Егер бұндай қысқа болғанын қаламасаңыздар, бауын ұзын қылып жасасаңыздар да болады. Тоқманы бастамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер келесі шығатын жаңа сабақты бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Ушанканы тоқуға кез келген қолыңызда бар жіпті пайдалана берсеңіз болады. Бұл енді ушанка қыстың кезінде ғана киетін шапка болғаннан кейін желательно құрамына қараңыздар. Құрамында жүннің пайызы көп болсын. 40-50% жоғары болсын. Мысалы, мен тоқитын жіп Alizé Lana Gold Fine. Бұл негізі өте жұқа жіп. Қараңыздар, өте жұқа. Мен бұны 2 қабаттап тоқимын. 2 қабаттап 5,5 мм крючокпен тоқимын. 49% жүн, қалған 51% акрил. Міне 100 грамда 390 метр. Немесе мына жіппін. Екінші ушанканы, мастер-кластың өзін мен осы жіппен тоқимын. Gazal XL Baby Wool 50 грамда 100 метр. Бұның 40% меринос жүні, 20% кашемир, 40% акрил. Қыстық шапка болғаннан кейін құрамында акрилы азырақ болсын. Мынау жіп тоже менде жіңішке өте. Сондықтан да мен бұны 2 қабаттап 5,5 мм крючокпен тоқимын. Сіздер өздеріңізге ұнайтын жіпті таңдайсыздар. Жіңішке жіп болса 2 қабаттап тоқисыздар. Мынандай жіңішке болса. Егерде жіптеріңіз мысалы мынада қалың болса, қараңыздар. Айырмашылығы. Мынада қалың жіп болатын болса, онда 1 қабатпен ақ тоқи бересіздер. Крючокты өздеріңіздің жіптеріңіздің қалыңдығына сәйкестендіріп таңдайсыздар, қыздар. Кейбір қыздар болады, осы ютубтан сабақты көріп алғаннан кейін маған фотосын жібереді. Қараңызшы, менің қолымда осындай жіп тұр. Мынаны нешінші номерлі крючокпен тоқуым керек дейді. Мен жай ғана жіптің суретіне қарап, еш нәрсе айта алмаймын. Осынша крючокпен тоқыңыз деп. Себебі бұл жіпті мен қолыма ұстап көрген жоқпын. Тем более мен этикеткасы бар ма хотя бы деп сұраған кезде этикеткасы да жоқ дейді. Ондай кезде мен сіздерге еш нәрсе айта алмаймын. Ол үшін сіздер міне жіңішке болса осы 2 қабаттап алып, бұны сіздер 4-ші, 5-ші, 6-ші, немесе 4,5, 5,5 деген сияқты әртүрлі крючокпен кішігірім образец тоқисыздар. Соның ішіндегі қай тығыздық өзіңізге ұнайды, сол крючоктың номерін таңдап аласыздар, қыздар. Жіпті крючокты таңдағаннан кейін бізге тағы қажет құралдар, ол міндетті түрде сантиметровая лента, қайшы, тоқыма жіптеріне арналған ине, жіптердің ұштарын жасыру үшін керек болады. Блокнот пен ручка және бірнеше маркер, 5-6 маркер. Оның ішіндегі 2 маркер бірдей түсте болсын. Қалғандары әртүрлі түсте болса бола береді. Алдын ала айта кетейін, бұл сабақ мүлдем тоқып білмейтін қыздарға арналмаған. Кішкене болса да крючокпен столбик тоқудың не екенін білетін қыздар болса, онда қарап тоқи берсеңіздер болады. Ал мүлдем тоқып білмейтін қыздар, сіздер осы видеоның астында крючокпен тоқып үйрену сабақтарына мен ссылка қалдырып кетемін. Сол арқылы өтіп, крючокпен тоқуды үйреніп алыңыздар. Содан кейін барып қана осы ушанканың сабағын қарап үйренсеңіздер болады. Ең бірінші қыздар, міндетті түрде образец тоқимыз. Себебі біз қалаған размерге расчет жасауды үйренуіміз керек, міндетті түрде қандай жіппен тоқисыз, дәл сол жібіңізбен образец тоқуымыз керек, қыздар. Крючогымызға жұмыс петлясын жасап алдық. Енді біз 15 сантиметр болғанша воздушная петля теруіміз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 өлшеп көремін. 19, 20. Ровно 15 сантиметр, яғни менде 20 воздушная петля болды. Міне 20-шы воздушная петля, соны қолмен ұстап тұрамын. Енді келесі қатар тоқуымыз керек. Ол үшін бір воздушная петля тоқимыз. Бұл петля бізде петля подъема болады. Енді келесі қатарымыз тоқимыз біз мына қолымызбен ұстап тұрған петляға. Яғни крючоктан кейінгі екінші петляға. 1, 2. Міне екінші петляға қатарымызды тоқып бастаймыз. Біздің узорымыз соединительный столбик с накидом. Яғни накид іліп аламыз да соединительный столбик тоқимыз. Жаңағы 20-шы воздушная петляға крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін крючокта тұрған петляның барлығынан тартып шығаруымыз керек. Бірден тартып шығармаймыз. Бірінші біреуінен ғана өткізіп аламыз. Және түбінен ұстап тұрып, қалған екі петлядан тартып шығарамыз. Бізде бірінші соединительный столбик с накидом тоқылды. Тағы да накид іліп аламыз. Келесі воздушная петляға крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Бірінші біреуінен ғана түбін ұстап тұрамыз да, мына бір накидтің түбін ұстап тұрамыз да, қалған екі петлядан жұмыс жібін тартып шығарамыз. Екінші соединительный столбик с накидом. Узорымыз осылай тоқылады біздің. Накид іліп аламыз. Крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін барлығынан тартып шығарамыз. Бірінші біреуінен, одан кейін қалған екеуінен. Осыған дейін бұл узорды тоқып көрмеген қыздар сіздерге сәл қиындау болуы мүмкін. Осы образецті тоқу арқылы өздеріңіздің қолдарыңызды жаттықтырып аласыздар. Сонда шапканы бірден тоқып кетуге оңай болады сіздерге. Образецті сол үшін де міндетті түрде тоқу керек. Накид іліп аламыз. Келесі петляға крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін біреуінен тартып шығарамыз. Түбін міндетті түрде ұстап тұрамыз да, қалған екеуінен тартып шығарамыз. Осылай қатарды соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. 15 сантиметрде сізде неше воздушная петля болды? Келесі мына бірінші қатарларыңызда сіздерде сонша соединительный столбик болу керек. Яғни менде 20 воздушная петля болса, мен 20 соединительный столбик с накидом тоқуым керек. Накид іліп аламын. Крючогымды кіргізіп, жұмыс жібін барлығына бірге тартып шығарамын. Міне біреуінен тартып шығардым, қалған екеуінен тартып шығардым. Накид іліп аламын. Крючогымды петлядан өткізіп, жұмыс жібін біреуінен, содан кейін түбін ұстап тұрып, қалған екеуінен тартып шығарамын. Түсінікті деп ойлаймын қыздар, асықпай. Бірінші қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Міндетті түрде столбиктарыңыздың санын санап отырыңыздар. Қатардың соңына келіп қалдым. 19-шы соединительный столбик с накидом. Және соңғы 20-шы соединительный столбик с накидом. Міне, бірінші қатарымыз бітті. Келесі қатарды тоқу үшін бір воздушная петля тоқимыз. Бұл бізде петля подъема. Келесі қатарды тоқу үшін. Тоқымамызды бұрамыз. Мінекей, сол жаққа қарай бұрдық. Енді келесі қатарды тоқитын кезде крючоктан кейінгі екінші петляға бір, екінші петляға келесі қатарымызды тоқып бастаймыз. Накид іліп аламыз. Мінекей, мына тұрған петлямыздың арғы жақ қабырғасынан ғана іліп алып тоқимыз. Крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін үшеуінен бірге тартып шығарамыз. Бірінші біреуінен, сосын ортадағы накидті қолмен ұстап тұрамыз да, қалған екеуінен жұмыс жібін тартып шығарамыз. Бір соединительный столбик тоқыдық, және міндетті түрде ең бірінші столбикке біз маркер қыстырып қоюымыз керек. Жаңа бірінші қатарды тоқыған кезде мен сіздерге айтуға ұмытып кеттім. Мына жерде мені бірінші столбикті тоқыған кезде бірден осы жерге маркерді қыстырып қою керек болады. Сол кезде сіздерге әр қатардағы столбик санын санап отырудың қажеті болмайды. Қатарыңыз аяқталып қалған кезде ең соңғы столбикті маркер тұрған
петляға тоқисыздар. Неке осы екінші қатарды соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Он 18, 19 және ең соңғысы 20. 20-шы соединительный столбик с накидом. Енді келесі қатарымызды тоқу үшін бір воздушная петля тоқып аламыз, петля подъема, тоқымамызды бұрамыз, және крючоктан кейінгі екінші петляға тоқып бастаймыз. Накид іліп аламыз, крючогымызды өткізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Бірінші соединительный столбик с накидом тоқылды. Біріншісін тоқып алған соң бірден маркер қыстырып қойсаңыздар, келесі қатар тоқыған кезде ең соңғы столбикті осы маркер тұрған петляға тоқисыздар, санамай-ақ. Бұл бізде үшінші қатар. Үшінші қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Неге соңғы жағына келіп қалдым. Мен санап отырған жоқпын. Маркерге келдім. Міне осы маркер тұрған жерге соңғы столбигімді тоқи саламын. Неге келесі қатар тоқу үшін бір воздушная петля тоқимыз. Петля подъема және крючоктан кейінгі екінші петляға біз столбигімізді тоқимыз. Бірінші соединительный столбик. Міндетті түрде маркерді қыстырамыз. Бұл бізде төртінші қатар. Осы төрт қатарда жетеді образец үшін. Егер ерінбесеңіздер, 5-6 қатар тоқсаңыздар да болады. Бір жағынан қолдарыңыз жаттығады. Және де мына узорды тоқыған кезде қыздар тығызды емес, барынша бостау қылып тоқу керек. Сол кезде узорымыз объемный әдемі болып көрінеді. Соңғы соединительный столбик. Енді осы образецтің бізде 10 сантиметрде неше столбик болатынын қазір санап алуымыз керек. 0-ден бастап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 сантиметрге дейін. Менде 14 соединительный столбик. Соны қағазға міндетті түрде жазып аламыз. 10 сантиметрде 14 столбик. Соединительный столбик қой. Крючоктың номері менде 5,5. Енді әрі қарай бізге расчет жасау үшін міндетті түрде 2 өлшем қажет болады. Мен қазір фото қалдырып кетемін, соған қарап отырып сіздер 2 өлшемді аласыздар. Бірінші фото бойынша окружность головы, яғни бас өлшемі мен 46 сантиметрге тоқимын. Екінші фото бойынша глубина шапки менде болады 37 сантиметр. Егерде сіз ушанканы баланың басына кішкене запаспен болғанын қаласаңыздар, на вырыс болғанын қаласаңыздар, онда 1-2 сантиметр қосуларыңызға да болады қыздар. Мен өзім ұлыма тоқыған кезде бірақ ешқандай запас қосқан жоқпын. Міне басы 54 сантиметр болды. Мен тура сол размерге тоқыдым. Баланың басына туп-тура. Бірақ запаспен емес менікі. Әрі қарай бас өлшемінен 15%-ды алып тастаймыз. Бұл 15% тек осы біз тоқитын узор бар ғой. Міне осы узормен тоқитын болсаңыздар ғана, басқа узормен тоқитын болсаңыздар 15% болмайды қыздар. 39 бүтін менде қалдықпен шығады. 39 бүтін деп округлять етіп, көп жағына қарай округлять етіп 40 сантиметр қылып аламын.
Енді осы 40 сантиметрді біз бөлуіміз керек. Шапкамыздың мынау жоғарғы төбе жағынан қараған кезде осындай шеңбер болады, желкесі қанша сантиметр болады, құлағы неше сантиметр болады және маңдайы неше сантиметр болу керек. Жалпы бізде 40 сантиметр. 40-ты 2-ге бөлемін. 20 сантиметр болады. Бір бөлігі, артқы бөлігі 20 сантиметр, алдыңғы бөлігі 20 сантиметр. Осы 20-ның өзін, мына артқы бөлігін біз 3 бөлікке бөлеміз. 20 бөлінген 3 тең болады 6 бүтін менде қалдықпен шығады, округлять етіп 7 қылып аламын. Яғни, мына екі жақ бөлігіне 7 сантиметрден беремін. 7. Ал артқы бөлігіне, бұл бізде желкесі болады, 6 сантиметр беремін. 7, 6, 7, үшеуін қосқан кезде бізде 20 шығады. Алдыңғы бөлігінде де дәл солай. Мына жаққа 7, екінші жағына 7, алдына 6. Бұл жерде бізде мына бөлік құлағы шапканың. Мына бөлік желкесі. Құлағы бізде сәл ұзынырақ болу керек. Яғни, алдыңғы бөлігінен біз 2 сантиметр құлағына қосуымыз керек. 7-ден 2-ні алып тастаймыз. 5 қалады. Мына жерде де 2-ні алып тастаймыз. 5 қалады. Ал мына жерге керісінше біз 2 сантиметр қосамыз. Сол кезде 9 сантиметр болады. Плюс 2, 9 сантиметр болады. Міне 9, 6, 9, 5, 6, 5. Мынаның барлығын қосқан кезде бізде 40 сантиметр шығады. Біз шапканы дәл артқы жақ, желке жақ бөлігінен бастап тоқимыз. Желкесі бізде 6 сантиметр. Оны 2-ге бөлеміз. Яғни 3 сантиметр. 3 сантиметр желке бөлігін тоқимыз. Одан кейін құлағы 9 сантиметр болады. Және алды 5, 6, 5 үшеуін қосқанда 16 сантиметр. Маңдайы 16 сантиметр. Екінші жақ құлағы 9 сантиметр. Және желкесінің екінші бөлігі 3 сантиметрмен тоқып аяқтаймыз. Мынандай схемамен көрсетейін сіздерге. Мына желке бөлігі бұл 3 сантиметр болады. Одан кейін құлағы, құлақ бөлігі 9 сантиметр. Алды 16 сантиметр болды бізде. Екінші құлағы 9 сантиметр. Және желкесінің қалған жарты бөлігі 3 сантиметр. Келесі бізге козырегін, құлағын есептемеген кездегі шапканың биіктігі. Глубина шапки 37 сантиметр болса, 37 емес, қыздар, менде мында қате 34 сантиметр болу керек. 34 сантиметр. Қате жас қойыппын. Осы 34-ті 2-ге бөлемін. 17 сантиметр болады шапканың биіктігі. Осы 17 сантиметрге тағы да 1 сантиметр қосамыз. Сонда биіктігі 18 сантиметр болып шығады бізде. Шапканың артқы бөлігі, желке жағы алдына қарағанда 1 сантиметрде ұзын болу керек. Плюс 1 сантиметр. Яғни біз қазір 19 сантиметр болғанша воздушная петля теріп шығуымыз керек, былай қарай. Бұл 19 сантиметрде неше воздушная петля теруіміз керек? Оны былай есептейміз. Апродесте бізде 10 сантиметрде 14 столбик шықты, Ал 19 сантиметрде бізде белгісіз. Яғни 19-ды 14-ке көбейтіп 10-ға бөлеміз. Тең болады 26 бүтін 10-нан 6 деп қалдықпен шығады. Оны біз
көп жағына қарай округлять етеміз. 27 столбик, яғни алдында 18 сантиметр. Не былай шығарамыз? 18 көбейтілген 14 бөлінген 10. Менде мұнда 25 столбик болады. 27 столбик, 25 столбик. Сол 27 воздушная петляны теріп алу керек. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13. Міне өздеріңізге қажетті воздушная петля санын теріп шығыңыздар. 26 және 27 воздушная петля. Бұл бізде міне шапкамыз осылай тұр. Мына жіптің ұшы тұрған жері ол шапканың төбесі болады, яғни макушкасы. Біз қазір төмен жағынан жоғары жағына қарай бірінші қатарды тоқимыз. Бір воздушная петля тоқимыз, петля подъема. Енді крючоктан кейінгі бір, міне екінші петляға соединительный столбик с накидом тоқимыз. Бірінші, міндетті түрде маркер қыстырып қоямыз. Екінші соединительный столбик. Үшінші, накид іліп алуды ұмытпаңыздар. Төртінші, 5, 6, 7. Міне осылай қатарды соңына дейін тоқып шығасыздар өздеріңіз, паузаны басып қойып. Бірақ та соңында, бағана мен бас кезде айтып өттім ғой, екі түсі бірдей маркер болсын деп, қатардың соңында екі воздушная петляға тоқымайсыздар. Сол екеуіне маркер қыстырып қойыңыздар. Осы петляға дейін қатарды тоқып шығамыз. Менде қазір видеом ускоренный болады, қыздар. Менде қазір видео ускоренный болады. Сіздер паузаны басып қойып тоқып шығыңыздар. Қатардың соңғы жағына келдім. Маркерге дейін тоқимыз. Екі маркер қыстырылып тұрған петлялар бізде тоқылмайды. Енді бір воздушная петля тоқып, петля подъема тоқымамызды бұрып, екінші қатарымызды кері қарай тоқимыз. Накид іліп аламыз да, крючоктан кейінгі бір, екінші петляға соединительный столбик с накидом тоқимыз. Біріншісін тоқыдық. Одан кейін маркер қыстырып қоямыз. Міндетті түрде бірінші столбикті тоқығанда үнемі маркер қыстырып отыруымыз керек оған. Екінші қатарды соңына дейін өздеріңіз паузаны басып қойып тоқып шығыңыздар. Маркерге дейін тоқисыздар. Қатардың соңғы жағына келдім. Маркерді алып тастап, соңғы соединительный столбикті тоқимын.
екінші қатарымызды аяқтадық. Келесі үшінші қатарды тоқу үшін бір воздушная петля тоқимыз. Петля подъема, тоқымамызды бұрып, крючоктан кейінгі екінші петляға тоқып бастаймыз. Накид іліп алдық. Бірінші соединительный столбикті тоқыдық. Маркерді қыстырып қоямыз. Үшінші қатарымызды маркерге дейін тоқимыз, қыздар. Маркерге де жетіп қалдық. Маркерді алып тастап, сол жерге бір соединительный столбик тоқимын. Және осы үшінші қатарда мен мына тұрған бір петляны қосып тоқуым керек. Ол үшін маркерді алып тастаймын. Қараңыздар, біз қазір накид іліп алып, бірден осы петляға соединительный столбик тоқитын болсақ, қараңыздар, бізде шапкамыздың төбесінде мынандай үлкен тесіктер пайда болып қалады. Осы тесік болмасы үшін бізге қазір мына тұрған петляның бір қабырғасын бірге қосып іліп алуымыз керек. Мынандай косичкалар болса, сол косичкалар біткен жерде ең төбесінде бір ғана осындай бір петлясы бар, қатар біткен жерде. Накид іліп аламыз. Жаңағы айтқан петлямызды да крючокқа қосып аламыз міне. Енді мына воздушная петляға крючогымызды кіргізіп, жұмыс петлясын крючокта тұрған барлық 4 петлядан да тартып шығаруымыз керек. 1, 2, 3, төртеуінен де тартып шығардық. Енді бізде төбесі ешқандай да тесік болып қалған жоқ. Үшінші қатарымыз бітеді осымен. Бір воздушная петля, яғни петля подъема көтереміз, тоқымамызды солға қарай бұрып, крючоктан кейінгі екінші петляға тоқимыз. Бірінші соединительный столбик с накидом. Так, мынаны емес, қызыл емес, сарыны қыстырам. Бірінші столбиктен кейін. Бұл бізде қазір төртінші қатар. Төртінші қатарды соңғы маркерге дейін өздеріңіз тоқып шығасыздар. Сонда қараңыздар, қыздар. Жоғар жағынан бастадық, жіптің ұшымын осында қалды. Воздушная петля теріп алдық. Одан кейін төмен жағынан бастап, жоғарыға қарай бірінші қатарды тоқыдық. Тоқып келе жаттық. Бірақ соңына дейін тоқыған жоқпыз. Соңында біз екі воздушная петляны қалдырып кеттік. Ал екінші қатарды біз кері қарай тоқыдық. Одан кейінгі үшінші қатарды. Және мына жердегі тұрған бір воздушная петляны бірге қосып тоқыдық. Төртінші қатарда біз қайтадан кері қарай тоқыдық. Бізде әлі тоқылмай қалған бір петлямыз бар. Қазір мына төртінші қатарды соңына дейін тоқып алайық. Соңғы столбик. Енді бізге мынаны өлшеуіміз керек. Желкесінің жартысы бізде 3 сантиметрді. 3 сантиметрден кішкене асып тұр. Асқан ештеңе етпеді, бастысы 3 сантиметрден кішкентай болып қалмау керек. Ендігі бөлігі бізде 9 сантиметр, ол құлағы, мына құлақтың ширинасы 9 сантиметр, ал ұзындығы қанша сантиметр болу керек, оны
қыздар өз қалаларыңызша жасай бересіздер. Мен 6 сантиметр қылып алдым. Өзімнің ұлымдікі, мен ұлым 5 жаста. Мына құлақтың ұзындығы 7 сантиметр. 6 сантиметрде неше столбик болу керек? Бұл үшін мынау бойынша есептейміз. 6-ны 14-ке көбейтіп 10-ға бөлуіміз керек. Міне. Сол кезде менде 9 столбик шығады. Яғни 6 сантиметрде 9 столбик тоқимын. Яғни 9 воздушная петля. Бірақ та бірден 9 емес, мен бір столбикқа жеткізбей тоқимын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, міне 8-ші воздушная петля. 9-шысын біз қазір кері қарай бір жүреміз. Одан кейін қайтып келетін қатарда 9-шы столбикті қоса саламын. Тағы да бір воздушная петля. Біз олай жасап жатқан себебіміз, мына құлақтың бұрышы, тік бұрыш, жаңағыдай квадратный болып қалмай, кішкене доғал болып келу үшін. Келесі қатарды тоқу үшін бір воздушная петля тоқимыз. Және крючоктан кейінгі бір, екінші петляға соединительный столбик тоқимыз. Біреу маркер қыстырамыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8 соединительный столбик с накидом тоқыдық. Бұл бізде құлақ бөлігі. Енді әрі қарай мына жоғарғы бөлігін макушкасына дейін тоқып шығамыз. Бұл тоқып жатқан бізде қазір 5-ші қатар. Паузаны басамыз. Маркерге дейін өзіміз тоқып шығамыз, қыздар. Маркерге келдік. Маркерді алып тастап, сол жерге соединительный столбик с накидом тоқимын. Енді мына жердегі тұрған соңғы воздушная петляны қосып тоқуымыз керек. Міне 5-ші қатардың соңында мына бір петляны бірге қосып тоқимыз. Накид іліп аламыз. Міне арасы тесік болып қалмас үшін мына бір петляны қосып тоқимыз. Енді маркер тұрған петля. Воздушная петля бізде. Содан крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін 4-еуінен бірге тартып шығарамыз. Мінеки, 5-ші қатар аяқталды. Біздің бас кезінде 1-ші қатарда қалдырып кеткен 2 воздушная петлямызда тоқылды. 1 воздушная петля, кері қарай көкпен сызамын мен уже. 6-ші қатарды тоқимыз. Тоқмамызды бұрамыз. Крючоктан кейінгі 1-ші, міне 2-ші петляға соединительный столбик с накидом тоқимыз. Біреу, маркер қыстырамыз. Екеу. Келесі маркерге дейін тоқып шығамыз 6-ші қатарды соңына дейін. Қатардың соңына келдік. Маркерді алып тастап, соңғы соединительный столбикті тоқимыз. Столбик с накидом. Құлағында біз 1-ші қатар кезінде 8 столбик қана тоқыған болатынбыз. Енді негізі бізге 9 тоқу керек. 8-ін тоқыдық. Қазір тағда бір воздушная петля қосамыз. Сол кезде бізде 9 болады. Міне бір воздушная петля.
бұл 9-шы болып есептеледі. Енді келесі қатарды тоқу үшін біз петля подъема, яғни бір воздушная петля тоқимыз. Тоқымамызды бұрамыз солға қарай. Келесі қатар бізде 7-ші қатар болып есептеледі. 6 қатар тоқыдық қой. Енді келесі қатардан бастап сол 6 қатарымыз бізде қайта-қайта қайталанып отырады. Яғни бірінші қатарды біз қалай тоқыдық? Тоқып келе жатып, жоғары қарай. Ең соңында 2 петляны тоқымай кеттік, маркер қыстырып қойдық. Мұнда да дәл солай. Қайтадан бірінші қатарды қайталап тоқимыз. Міне тоқып келе жатастарда ең соңында, немно соңғы петлямыз, маркерді алып тастап, осы жерге бір маркер қыстырамыз. Және бірдей түстегі. Және соның жанына келесі петляға бір маркер қыстырамыз. Сонда біз қазір мына жерге дейін ғана тоқуымыз керек. Крючоктан кейінгі екінші петлядан бастаймыз. Біреу. Міндетті түрде маркер қыстыруды ұмытпаңыздар. Осы қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Қатардың соңғы жағына келдім. Соңғы соединительный столбик с накидом тоқыдым. Мұна екеуі тоқылмайды. Дәл бірінші қатардағы сияқты. Воздушная петля. Тоқымамызды бұрып, келесі қатарды тоқып бастай беремін. Бір. Бұл бізде екінші қатар болады. Екінші қатардың соңы. Бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз. Келесі үшінші қатар. Бұл қатардың соңында мінекей біз мына тұрған бір петляны қосып тоқуымыз керек. Мына маркердегі петляны. Накид іліп аламыз. Арасы тесік болып қалмас үшін мына петляны да ұмытпаймыз. Және маркер тұрған петля. Мінекей. Жұмыс жібін осы төртеуінен бірге тартып шығарамыз. Бір воздушная петля, тоқымамызды бұрамыз, кері қарай тоқимыз, маркерге дейін. Бұл бізде төртінші қатар болып есептеледі. Неге? Одан кейін соңғы қызылмен көрсетілген қатар бесінші болып есептеледі. Яғни міне төртінші қатарды тоқып болғаннан кейін тоқымамызды бұрып, бесінші қатарды тоқимыз. Бесінші қатардың соңында маркер тұрған петляны бірге қосып тоқуымыз керек. Мінекей. Соңғы маркер тұрған петляны қосып тоқимыз. Одан кейін кері қарай алтыншы қатарды тоқимыз. Осылай біздің 6 қатарымыз қайта-қайта қайталанып отырады, қыздар. Бірінші қатардың соңындағы тоқымай қалдырып кеткен 2 петляны келесі 3-ші, 5-ші қатарларда бір-бірден тоқып қосып отырамыз. 6 қатарымызды қайталап отырып тоқимыз. Мына құлақ бөлігінің ширинасы, мына жері 9 см болғанша менде. Мінекей. Қазір 8-ге жетіп қалды. 9 см болғанша мен тоқимын. Одан кейін келесі бөлігі менде алды болатымен. 16 см. Әзірге осы құлақ бөлігін әрі қарай өздеріңіз тоқып шығыңыздар.